Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, ерекше әрі пешсіз, сливкисіз дайындалатын трайфлдың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл трайфлды жасау үшін бізге қолжетімді заттар ғана қажет. Яғни ол бисквит, дүкендерде, супермаркеттерде сатылады, дайын бисквит. Осындай бисквит және пропитка үшін сүт, қаймақ 15%, 20% немесе қолдың қаймағы және сгущенка, альпенгольд шоколады немесе басқа да плиточный шоколад және банан керек. Енді алдымен біз бисквитімізді ашып аламыз. Бисквитімізді арнайы бір табақ дайындап, сол табаққа жақсылап үгітеміз. Осылай жақсылап үгітіп аламыз және енді кремімізді дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге осындай тәрелке керек. Крем үшін қаймақ және сгущенка. Вареный сгущенка қолдансаңыздар да болады. Сгущенканы ыдысымызға құйып аламыз. Үстіне қаймағымызды саламыз. Осы массамызды жақсылап тұрып араластырамыз. Венчикпен немесе қасықпен немесе миксермен. Бізде осындай масса шығу керек, консистенциясы осындай сұйық болып. Бізге трайфл дайындау үшін осындай ыдыстар керек, немесе дүкеннен арнайы трайфлдың ыдысын сатып алсаңыздар болады. Осы ыдысымызға үгітілген бисквитті саламыз. 3-4 қасық салсаңыздар жетеді. Үстіне құрғақ болмас үшін пропитка құямыз. Сүтті құйып аламыз кішкене. Енді бананымызды осылай турап, пропитка құйылған бисквиттің үстіне жақсылап қойып шығамыз. Немесе киви қоюларыңызға болады, құлпынай. Енді осы банан қосылған бисквитіміздің үстіне кремімізді құйып шығамыз. Молынан құйып шықсаңыздар, әдемі, дәмді болып шығады. Осылай барлығына құйып шығамыз. Енді біз жаңағы шоколадымызды сүтпен араластырып саламыз ыдысқа. Шоколадты осылай майдалап салып аламыз және үстіне сүт құямыз. Осы массаны алып, баяу отта шоколад пен сүтті араластырамыз. Егер қатты қою болып кетсе, сүт қосуларыңызға болады. Енді осы дайын шоколадымыз бен сүтімізді жаңағы бисквитіміздің үстіне құйып шығамыз. Менде терезе ашық болғандықтан бу шығып тұр. Суытып алып құйыңыздар. Енді жақсылап осылай жан-жағына жеткіземіз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әрлеуге болады. Бананмен, құлпынаймен, кивимен, алмамен және шоколадпен, M&M'спен әрлеулеріңізге болады. Және осы дайын трайфлдарымызды холодильникке 40 немесе 1 сағат аралығында қойып қоямыз. Барлықтарыңызға рахмет, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.